Хабарын жалғастырамыз. ақш-та бұғатталып жатқан 22 миллиард доллар алдағы көктемде қайта қолымызға тиюі мүмкін. Ол үшін ел үкіметі кепілдік нысанын ұсыну керек. Халықаралық рейтинг агенттіктері осылай деп жазып жатыр. Халықаралық қаржы нарығына зерттеу жүргізген SP Global Ratings агенттігі жыр болған 22 миллиард 600 миллион доллардың наурыз айында бұғаттан шығатынын жазыпты. Бұл ақшаны Нью-Йорк Mellon банкі өткен жылдың соңына қарай шектеу қойып тастаған болатын. Молдовалық инвестор Анатолий Стати мен Қазақстан үкіметінің арасындағы келіспеушілік кесірінен ұлттық қордың осынша активі қол үстіне түскенін айта кетейік. Бизнесмен сот арқылы 4 миллиард талап еткен еді. 2013 жылдың желтоқсан айында Стокгольм сотында үкім Анатолий Статидің пайдасына шешіліп, еліміз оның қалтасына 500 миллион доллар салып беруі тиіс болған. Бірақ үкімет онымен де келіспей, Лондон сот арқылы оның күшін жойды. Ал Қазақстан үкіметінің келтірген мәліметтерімен сот шешімдеріне талдау жасаған халықаралық агенттік болса, оң болжам жасап отыр.